Бүгін сіздерге әлемдегі ең жылдам дайын болатын пиццаның жасалу жолын көрсетемін. Ол пиццаны жасауға бар болған 10 минут уақытыңыз кетеді. Сондықтан да рецепті жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыз. Пиццаны жасау үшін бізге ең бастысы 2 нәрсе қажет: лаваш және сыр. Ал қалған қоспаларды үйіңіздегі бар нәрселерді пайдалана берсеңіз болады. Ең алдымен противенге пергамент қағазын төсеп алып, дөңгелек формадағы лаваштың біреусін алып қоямыз. Содан кейін үлкендеу ыдысқа сырдың барлығын дерлік үккіштен өткізіп шығамыз. Үккіштен өткен сырды теңдей етіп 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін жаңағы лаваштың үстіне толығымен тегістеп біркелкі етіп жайып шығамыз. Осының үстіне екінші лавашты қоямыз да бетіне кетчуп жағамыз. Егер үйіңізде кетчуп болмай тұрса, томат пастасын да қолдансаңыз болады. Енді ешкім қоса бермейтін ерекше қоспамыз пияздың тең жартысын аламыз да шіңішкелеп турап бетіне сеуіп шығамыз. Бұл өздігінше ерекше дәм береді. Егер қаласаңыз, бұны қоспасаңыз да болады. Одан кейін әдеттегідей колбасаны қойып шығамыз. Сосын үйіңізде не нәрсе бар, соны пайдалана берсеңіз болады. Мәселен, қызанақ, тұздалған қияр деген секілді. Ең соңында ғана жаңағы сырдың жарты бөлігін бетіне толығымен сеуіп шығамыз да қызып тұрған пешке шамамен 7-8 минутқа саламыз. Мінекей, бас аяғы 10 минуттың ішінде пиццамыз пісіп шықты. Егер ойламаған жерден пицца жегіңіз келіп кетсе, онда бұл рецепт сізге таптырмас көмекші болатыны анық. Себебі бұның қамырын жайып әуре болмайсыз. Ал дәмі болса, өте дәмді, тек қана жасап жеп көру керек. Видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып қойсаңыз, мен үшін үлкен қолдау болушы еді. Соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Сіздермен болған Замира.